أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmet cemaat, Allah Taala bugünkü күндердің султаны болған қасиетті жұма күнін баршамызға мұбарак қылсын. Бүгінгі жасайтын құлшылық ибадаттарымызды, жасайтын дұға тілектерімізді Алла Таала қабыл етсін. Бүгінгі жұма уағызымыздың тақырыбы ислам және медицина жайында болмақ. Ислам және медицина жайында болмақ. Асыл дініміз ислам адам баласына жан саулығы мен рухани байлықпен қатар тән саулығына, яғни денсаулыққа да мән беруді бұйырды. Яғни біз тек қана Алла Таала тек қана рухани байлықты, тек қана құлшылық жасауды емес, бұл өмірде адам баласын денсаулығына да қарауды, тән саулығына да қарауды Алла Таала біздерге бұйырды. Денсаулыққа аманат деп қарап, салауатты өмір салтын ұстануды үйретті. Алла Таала Құранда Бисмиллахир-рахманир-рахим وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ Sadaqallahul azim аяты мағынасында өздеріңді өз қолдарымен қауіп қатерге салмаңдар деп бұйырды. Адамның денсаулығына зиян келтіріп, өліміне себепші болатын бүкіл істерден Алла Таала бізді тыйды. Алла Таала берген өмір біздерге аманат. Яғни өзімізді қауіп қатерге тігу, өзімізге зиян келтіретін әрбір нәрседен аулақ болу әрбір мұсылманның міндеті екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде денсаулықтың қадірін ауырмастан біл деп пайғамбарымыз біздерге насихат еткен. Тарихқа қарайтын болсақ, осындай пайғамбарымыздың хадистерін басшылыққа ұстаған ислам ғалымдары медицина саласында керемет жетістіктерге қол жеткізген. Тіпті медицина деген сөздің, медицина деген терминнің өзі кейбір нұсқаларда ислам ғалымы Ибн Синаның есімімен байланысты екендігі, ол медет және сина сөздерінен алынып, Ибн Синаның тәсілімен емдеу дегенді білдіретіні айтылған. Медицина сөзінің өзі ислам ғалымы Ибн Синаның есімімен аталып кеткені көп деген деректерге біздер жеткізілген. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерін жинақтаушы мұхаддис ғалымдардың көпшілігі өз еңбектерінде арнайы медицина бөлімін біздерге жеткізген. Яғни құлшылық болса, Аллаға иман, құлшылық, ақлақ сияқты әртүрлі бөлімдерді жеткізген болса, солардың арасында медицина бөлімін арнайы медицинаға байланысты, денсаулыққа байланысты хадистерді біздерге арнайы жеткізген екен. Мысалы, имам Малик өзінің адақты Әл-Муатта атты еңбегінде медицинаға қатысты арнайы бөлім арнаған. Кейіннен имам Бухари, имам Муслим және де өзге де белгілі хадис жеткізуші ғалымдар осы санатта атап өтуге болады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде «Мә әнзәлаллаху дәән илля әнзәләләху шифаән» Пайғамбарымыз айтады, Алла Таала қандайда бір дерт түсірсе, Алла Таала қандайда бір дертті түсірсе, оның шипасын қоса жіберген деп айтқан. Алла Таала бұл өмірде әр адамға әртүрлі дерт берді, әртүрлі ауру берді. Қандайда бір ауру түсірген болса, оның шипасында Алла Таала қоса түсірген екен. Бұл хадис сырқаттанған жағдайда адамдарды бақсы балгерлерге бармай, ғылыми дәлелденген
медициналық тәсілдермен емдеуге ғана шақырып қоймай, сонымен қатар медицина саласындағы ғалымдарға ауруларға қарсы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, бұрын белгісіз болған жаңа емдеу тәсілдері мен дәрілерді табуды насихат етуді. Яғни осы хадистен түсінетініміз, адам баласы ауырған кезде бірден емшілерге, бақсыларға баруға болмайды екен. Бірден бірінші Алла Тағала бізді, пайғамбарымыз айтады ғой, әрбір аурудың міндетті түрде шипасы болады. Сондықтан зерттелген медицинаға жүгіну керекпіз, міндетті түрде. Және де бұл хадистен түсінетініміз, медицина ғалымдары да қазір кейбір аурулардың әлде дерттеріне шипа табылмай жатыр, әлде дәрілер табылмай жатыр. Соны іздеп, соны зерттеп, сол бұрын болмаған тәсілдерді қолданып, соларға қатысты дәрілерді табуға пайғамбарымыз біздерге бұйрық насихат етуді. Тағы да бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, 5 нәрсе келмей тұрғанда 5 нәрсенің қадірін біліңдер дейді. Өлмей тұрып, Алла Тағала берген осы 3 күндік жалған өмірдің қадірін біліңдер дейді. Барлығымыз өлеміз. Алла Тағала кімге қанша өмір берген білмейміз. Сондықтан әрбір адам Алла Тағала берген, маңдайына жазған өмірін қадірін білу керек. Әрбір секундының, әрбір минут, әрбір сағатының қадірін білу керек. Ауырмай тұрып, денсаулықтың қадірін біліңдер дейді пайғамбарымыз. Өмірде ақиреттің жағдайын жасаудың қадірін біліңдер дейді. Қартаймай тұрып, жастық шақтың қадірін біліңдер. Және де кедей болмай тұрып, байлықтың қадірін біліңдер деп пайғамбарымыз осы 5 өсиетті біздерге қалдырған. Басқа бір хадисте, әр сырқаттың емі бар. Егер дәрі сырқаттың шипасын берсе, ол Алланың қалауымен болғаны дейді. Әрбір дерттің емі бар. Иншалла сол дәрі қолдану арқылы болады. Немесе басқаша тәсілдерді қолдану арқылы әрбір дерттің емін бар екенін пайғамбарымыз біздерге жеткізген екен. Имам Шафи, атақты ғалым Имам Шафи, қоғамға 2 түрлі санаттағы адамдар қажет дейді. Қоғамға 2 түрлі санаттағы адамдар қажет. Ғалымдар қажет. Олар дінді сақтау үшін қажет дейді. Ғалымдар дінді сақтау үшін қажет. Дәрігерлер олардың тәнін, яғни денсаулықты сақтау үшін қажет дейді. Атақты ғалым Шафи мәзһабының негізін қалаушысы Имам Шафидің айтқан сөзі. Ғалымдар дінді сақтау үшін қажет. Дәрігерлер тәніміздің, яғни денсаулығымыздың сақтау үшін қажет дейді. Екінші бір өсиетінде Имам Шафи айтады, мен халал мен харамнан және медицина білімінен басқа ғылымды білмеймін деп біздерге жеткізген екен. Исламның алғашқы күндерінен ақ мұсылман жанының тәнінің саулығы ерекше орынға қойылған. Ендеше дінімізде медицина ғылымының денсаулық мәселесінің орны өте үлкен. Тіпті пайғамбарлықты растайтын ең үлкен мұғжизалардың бірі адам емдеу болған. Бұл да бір мұғжиза. Кейбір пайғамбарлардың мұғжизасы ешқандай емі табылмаған ауруларды, науқастарды емдеу арқылы мұғжиза көрсететін болған. Иса пайғамбардың мұғжизасы дауасы табылмаған жандардың ауруларын емдеу еді. Пайғамбарымыздың да, ардақты пайғамбарымыздың да науқастарды емдеуге байланысты пайғамбарымызға да білім берілген. Сол арқылы Алланың елшісі өзі сырқаттанған кезде, отбасы мүшелері сырқаттанған кезде, сахабалар ауырған кезде, сол кездегі белгілі болған емдеу тәсілдерімен дәрілерді қолдану арқылы соларды емдеген. Кейіннен медицина ғалымдарының зерттеуімен ол емдік тәсілдер пайдалы екені анықталып, пайғамбар медицинасы деп атауымен танымал болды. Ол пайдалы заттар мен емделу тәсілдерінің негізіне тоқталатын болсақ, біріншісі бәріміз біліп жүрген бал. Балдың өзі қаншалықты қасиетті екені, қаншалықты шипа екені көп деген аяттарда да, хадистерде біздерге жеткізілген.
Бал көнеден келе жатқан табиғи емдік өнім. Алла Тағала қасиетті Құранда Нахл сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Sadaqallahul azim. Ayatın mağnasında Rabbin bal arasına тауларға, ағаштарға және адамдар жасаған күркелер мен омарталарға ұя сал деп нұсқады. Содан соң әр түрлі жемістермен көріктеніп, Раббының сен үшін жеңілдетіп қойған жолына түс деп аян берді. Араның қарындарынан түрлі түсті сұйықтық ағады. Онда адамдар үшін шипа бар, шынында ойлайтын қауым үшін мұнда ғибрат бар деп Алла Тағала біздерге жеткізген. Бұл аятта Алла Тағала қарындарынан түрлі түсті сұйықтық шығады деді. Онда қарындарынан бал шығады деп нақтылап айтпаған. Балдың өзі шипа, патшайымның азығы да шипа, желімі шипа, гүлінің аталық ұрығы шипа. Тіпті керек десе балдың уы да шипа екен. Бұл заттардың кейбірі вирусты жоятын қасиетке ие болса, екіншілері адамның иммунитетін көтеріп, тағы біреу көзге, теріге және де тістерге пайдалы екен. Міне балдың шипасы өте көп. Адамның бүкіл ағзасына Алла Тағаланың қалауымен шипа беретін Алла Тағала біздерге аят бойынша жеткізіп тұр. Алла Тағала аяттың жалғасында онда адамдар үшін шипа бар деп айтқан. Яғни адамдардың барлығына бірдей шипа бар деп айтқан жоқ. Демек, бұл заттардың қайсысын қай адамға қолдану керек екен білу керек. Яғни балды шипа деп әр адам қолдану беруге болмайды. Себебі кейбір адамдарға, енді қант, диабет деп айтамыз. Сондай адамдарға қолданатын кезде міндетті түрде дәрігерлермен ақылдасу керек. Сол сияқты кейбір адамдарға балға деген аллергия болады. Сондықтан бал барлық нәрсеге шипа беріп болады деп қолдана беруге де болмай деген. Бал пайдалы екен деп айттық, оны бей-берекет қолдана беруге болмайды. Оны пайдаланғанда организмнің ерекшелігіне қарап белгілі бір тәртіппен жүйелі түрде пайдаланған дұрыс. Мысалы, кейбір адамдар балды аш қарынға жесе, жүректері қыжылдауы мүмкін. Олай болса, балды аш қарынға жемеген дұрыс екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде емдік қасиет үш нәрседе болады. Пайғамбарымыз хадистерінде емдік қасиет үш нәрседе болады. Ара балын ішу, сүлік салдыру арқылы қан шығару және де отпен күйдіру деп айтқан. Бірақ мен өз үмбетімді отпен күйдіруден тыямын деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде жеткізген. Мұнымен қоса балдың емдік қасиеттері жайында ардақты пайғамбарымыз көптеген хадистер жеткізген. Солардың кейбіреулеріне тоқтасақ, екі шипа қайнарын жібермеңдер, бал және де Құран деп бір хадисінде жеткізсе, екінші хадисінде пайдалы емделу жолдарын бірі бал шәрбетін ішу. Тағы да бір хадисінде әр айда 3 рет таңертең аш қарынға бал жеген адам үлкен ауруға шалықпайды деп біздерге балдың қаншалықты шипа екенін біздерге жеткізген. Ауруды жаратқан Алла Тағала өзінің пенделер үшін сол аурулардың емін де қоса жаратқаны белгілі. Ендеше емдік қасиеті мол тағам түрлерінің ішінде табиғи балдың алар орны ерекше. Әлемге әйгілі айтқандай медицина ғалымы Ибн Сина, егер жастық шағында сақтап қалғың келсе, балды жиі жеп тұру керек деп біздерге жеткізген. Екінші пайғамбарымыздың қолданған шипа түрлерінің бірі қара зере майы. Қазір халықтың арасында қара тимін деп қолданады. Қара зере майы ол өте шипалы екен. Қара зере майы ардақты пайғамбарымыздың хадистерінде ең көп кездесетін емдік құрал екен. Хадисте
إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. Расында қара зереде шипа көп. Ол өлімнен басқа барлық дертке шипа деп айтқан. Халид ибн Саид былай дейді: Ғалиб ибн Ажармен бірге жолға шықтық. Ол жорда ауырып қалды. Мәдинаға жеткенде ол ауру қатты болды. Оның жағдайын білу үшін Ибн Абу Атиқ келді де: бізге сендер оған мына қара зерені беріңдер. Одан 6 не 7 түйірін алып, ұнтақтап, оның мұрнының екі жағына кезек-кезекпен маймен бірге тамызыңдар деп. Мен Айшадан: расында осы қара зере өлімнен басқа барлық дертке шипа деген хадисті естігенмін деп біздерге жеткізген екен. Осы хадистер қара зерені күнделікті пайдалану тіпті дені сау адамға да денсаулықты жақсарту үшін сүннет болып табылатынына дәлел екен. Қара зере майы басқа дәрілік өсімдіктер сынды дұрыс қолданбаса зиян келтіруі мүмкін. Мысалы, мәселен, қара зерені аш қарынға ішуге болмайды екен. Қара зере майын аш қарынға ішуге болмайды екен. Сол сияқты кейбір адамдарға, аллергиясы бар адамдарға жақпауы мүмкін екен. Сондықтан қолданатын кезде дәрігерлермен ақылдасып, қара зере майын қолданған дұрыс дейді. Келесі пайғамбарымыздың адамдарды емдеу жолдарының бірі қан алдыру, яғни хижама деп атамыз ғой. Қан алдыру арқылы пайғамбарымыз адамдар емдеген екен. Қан алдыру бұл ағзада тұрып қалған арам қаннан құтылудың тәсілі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистерінде: «Инна афдала ма тадавайтум бихил хижама». Расында сендердің ең жақсы емделу тәсілдерін қан алдыру деп айтқан екен. Тағы бір хадисте шипа 3 нәрседе: бал ішуде, хижама жасатуда және отпен күйдіруде деп жеткізді. Алайда үмбетімді отпен күйдіруден тыямын деп пайғамбарымыз біздерге ескерткен екен. Келесі пайғамбарымыздың қолданған шипа түрлерінің бірі ол құрма. Құрма дегеніміз ол адам баласына денсаулыққа өте пайдалы шипа беретін жемістердің бірі. Құрма қасиетті Құран аяттарында көп кездесетін жеміс түрлерінің бірі. Тіпті ол жаннат жемістерінің қатарына екендігі баяндалған. Алла Тағала қасиетті Құранда мән берген бұл жемістің құрамын зерттеген кезде көп деген пайдалы заттар анықталған. Әсіресе толғақ сәті келген кезде Алла Тағалаға салихалы Мәриям анамызға құрманың дәмін татырды. Бұл Құрандағы әмір илахи даналықты меңзейді. Яғни жақында ғалымдар зерттеген құрманың әйел адам босанар кездегі берер пайдасын және де аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге пайдалы екендігін ғалымдар дәлелдеп отыр. Яғни құрма дегеніміз барлық адамға пайдалы болса, солардың қатарында аяғы ауыр әйелдерге, толғақ ұстаған әйелдерге өте пайдалы екені бұл Құран аяттарында Алла Тағала біздерге жеткізген. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде құрманың пайдалы екені турасында көп деген айтылған. Мысалы, Абдулла ибн Омар пайғамбарымыз айтқан: мұсылманға ұқсайтын бір тал бар, оның жапырақтары түспейді. Ол қандай ағаш екендігін сахабаларынан сұраған. Сонда сахабалар әртүрлі өз ойын айтқан кезде пайғамбарымыз бұл құрма талы деп айтты. Яғни бұл хадиске мән беретін болсақ, ардақты пайғамбарымыз құрма ағашының пайдасы мол болғандығы сияқты мұсылман адам да өзгелерге пайдалы болу керектігін айтқан. Құрма ағашы адамдарға ұқсайды. Адамдар сияқты шамамен 70 жыл, 80 жыл өмір сүреді. Ал құрманың адамдарға барлық дертіне қиналып жүрген, шипа сұрап жүрген адамдарға пайдасы бар екендігі дәлелденген сияқты, адамдарға еш болмаса осы құрма сияқты басқаларға, өзгелерге пайдасы болу керек екендігін пайғамбарымыз біздерге жеткізген. Бесіншісі зәйтун.
Зәйтүн туралы қасиетті Құранда бірнеше аятта жеткізген. Алла Тағала Құранда бисмиллахир-рахманир-рахим «Вәттини вәззәйтун вәтури синин вәхәзәл бәләдил әмин». Садақаллахул азим. Алла Тағала Құранда инжирге және зәйтунға, Сина тауына, осы бейбіт қалаға серт деп, зәйтунмен серт еткен. Алла Тағала қасиетті Құранда қандайды бір затпен ант етсе, оның өте үлкен маңызға ие екендігі белгілі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде «Күлу зәйта вәддәхину бихил фа иннаху мин шәҗаратин мубарака». Зәйтун майын жеңдер, оны денеге жағындар. Расында оның бойында 70 түрлі дертке шипа бар деп пайғамбар біздерге хадистерінде жеткізген. Құрметті жамаат, Алла елшісінің өсиет еткен біздің денсаулығымызға пайдасын тигізетін және де басқа сарымсақ, әлхинди, қына, анар, асқабақ сынды өсімдіктер мен жеміс түрлері өте көп. Жалпы мұқият мән берсек, ардақты пайғамбарымыздың әрбір сүннеті медицинамен және тазалықпен тығыз байланысты. Мысалы, Алла елшісі ұйқыға жатқан кезде оң жақ қырымен қолын бетіне қойып ұйықтатын болған. Пайғамбарымыз жататын кезде, ұйықтатын кезде қолын оң жағына қойып, солай ұйықтайтын болған. Ғалымдарымыз бұны зерттеген кезде, не үшін екендеген кезде, медицина ғалымдары жүрек адамның сол жағында орналасқандықтан, оң қырымен жатқан адамның жүрегі түн ішінде еркін жұмыс істейді. Әрі адамның еркін тыныс алуына, тынығуына, сергек ұйықтауына септігін тигізетінін айтады. Міне, пайғамбарымыздың әрбір сүннеті медицина мен тазалықпен байланысты, сондықтан пайғамбарымыздың сүннетін орындау өте маңызды. Сондықтан жүрегін рухани дерттерден, денсаулығын, тән сырқаттарынан сақтаймын деген адам үшін Алла елшісінің сүннетін танып, амал етудің, құлшылықтарымызға көңіл бөлудің маңызы өте үлкен екен. Алла Тағала баршамыздың денімізге саулық, жанымызға амандық нәсіп етіп, қасиетті жұма күнінде жасаған дұға тілектерімді Алла Тағала қабыл етсін. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.